Итак, первый раунд поединка стартует. Алишер Абдулалим, представляющий Казахстан, город Тарас, его соперник из Таиланда. Пумиритет. Главный бой заявлен у нас на 10 раундов, но посмотрим, насколько продлится этот поединок. Динамика всего турнира показывает, что очень много досрочных боев у нас сегодня было. Пока неплохо на старте тайский боксер себя проявил. Такие серийные удары, тройки. Алишер здесь взял инициативу в свои руки. Смотрите, как по корпусу пробивают друг друга. И тайские и казахстанские боксеры очень четко в обороне отрабатывают. Но тайские боксеры зачастую приезжают на турниры по профессиональному боксу, имея хорошую базу муай-тай. Удар, конечно, хороший у тайского боксера, акцентированный, плотный. Очень здорово, да? В атаке работает тайский боксер. Самое главное, что делает он это не просто одиночными выстрелами, а прям серийные атаки в его исполнении. Таймкипер последние 10 секунд поединка отсчитывает. Первого раунда, вернее. И в этом трехминутка первая завершается. Турнир RD Promotions проходит при поддержке нашего генерального партнера букмекерской компании AlimBet. AlimBet #1 в Казахстане. У наших партнеров проходит грандиозная акция Nitro Cap, где главный приз — новенькое спортивное купе. Подробности ищите на сайте alimbet.kz. И акция проводится в информационных целях без призыва к участию в азартных играх. AlimBet и RD Promotions. Партнерство силы, духа и победы. Также партнеры сегодняшнего вечера — бургеры Салам Бро. Настоящий вкус победы. Зарядись после боя сочными бургерами Салам Бро. Ну а информационный партнер сегодняшнего вечера — телеканал Спорт Плюс Казахстан. Друзья, я напомню, что прямая трансляция этого турнира стала возможна благодаря AlimBet, казахстанскому бренду, который заряжает спортивной энергией, вдохновляет на победы и поддерживает развитие спорта в стране. Alimbet — ваш надежный партнер и инвестор #1 в спорт Казахстана. Я қадірмен көрермен, тартысқа толы өткен алғашқы раунд өте керемет жекпе-жектің куәсі болып отырмыз. Қос спортшы бір-біріне арасында лайықты қарсылас екен. Яғни бұл осы турнирдің басты жекпе-жегі болуға әбден лайықты кездесу десек те болады. Сонымен Алишер Абдулалим мен таиландтық бұлғар қолғап шебері назарларыңызға өзара мықтыны анықтауда. Пумиритет оңай шағылатын жаңағы емес екенін көрсетіп отыр. Мінекей тамаша сериал соққысы таиландтық бұлғар қолғап шеберінің. Мінекей Алишер Абдулалим де сериалы тамаша соққылармен
жауап қатты. Ішке және басқа. Джеб, ішке тамаша. Бұл соққылар өте маңызды. 10 раундтық жекпе-жек екенін айта кетейік. Қарсыластың тынысын тарылтуға, шаршауына тез ықпал етеді бұндай ішке джеб соққылары. Ауызша ескерту қазір тайландтық Бұлғар қолғап шеберіне. Тамаша, мінекей құлақ шекеден құлаштай ұрған Алишер Абдуалим соққысы. Ішке, бүйірге және басқа көтерді. Алишер Абдуалим сериал соққысымен жақсы қазір шабуыл өрбітуде. Тамаша, бұл жерде жақсы өткізіп жіберді қарсыласының соққыларын. Болашағы жарқын деп айтсақ болады. Бұлғар Алишер Абдуалимнің жасы небәрі 24-те. Мінекей 6-шы жекпе-жегінде осындай жақсы тәжірибелі Бұлғар қолғап шеберіне қарсы жекпе-жек өткізіп жатыр. Және қарсыласқа әжептеуір қазір қиындық туғызуда. Тамаша, мінекей Алишердің қарымта шабуылы және керемет. Бұл жерде хук соққысында Алишер дартты. Сәл есеңгіреп қалғандай көрінді. Бұл жерде тайландтық Бұлғар қолғап шебері өзде қазір Алишерге абай болу керек. Өзде бір соққы өткізіп алды. Өте тартысты жекпе-жектің куәсі болып отырмыз. Қадірмен көрермен. Мінекей бүйірден жасаған соққылары Алишердің. Меритет, мінекей тайландтық Бұлғар қолғап шебері. Бұл жаққа шейін қапшық болуға келмеген көрсетіп тұр. Расында әжептеуір тегеурін көрсетуде қазір Алишерге. Өте тартысты жекпе-жек. Тамаша, тағы сол алдыңғы қолдың хук соққысы дөп тиді. Бұл жерде дер кезінде Алишер Абдуалим қарсыласы ашылған тұста жақсы дартты. Бұл соққыны тайминг өте жоғары деңгейде екенін айтсақ болады. Бүйірден тағы да сол хук, сол қолмен. Тамаша, қазір сериалы соққысы тайланд боксшының да өте тартысты жекпе-жектің куәсі болып отырмыз. Қадірмен көрермен, сөзсіз бұл осы турнирдің ең үздік жекпе-жектерінің бірі екен. Алғашқы раундында Балуан Шолак и компания Showtag. Ну а информационный партнер телеканал Спорт Плюс Казахстан. Это прямые трансляции топовых событий, профессиональная аналитика и уникальный контент. Спорт Плюс всегда на пульсе спорта. Назарларыңызда тайландтық Бұлғар қолғап шебері жақсы соққы көтере алатын көрдік. Мінекей бірнеше ауыр соққы өткізіп алды. Дегенмен аяқта тік тұра алды. Бұл спортшы небәрі 4 жеңіліске ұшыраған және сол жеңілістердің басым бөлігі төрешілердің шешімімен тіркелген екен. Сонымен 3-ші раунд. Итак, третий раунд поединка стартовал. Очень напряженный бой. Сейчас нам выдают Алишер Абдуалим и Куримитрет, боксеры из Таиланда. Надо отдать должное сопернику казахстанского боксера, который действительно здорово себя проявляет. Хороший сейчас боковой правый в исполнении Алишера. Достигает, здесь как будто бы тайский боксер выжидает немножко моментов для проведения ударной комбинации. В итоге пропускает хорошую двоечку от Алишера. Это так сразу здорово отреагировала на этот удачный выстрел, приободрилась. Видели мы такие возгласы прям хорошие, положительные.
такой размен ударами сейчас. Разнимает двух боксеров. Рефери в ринге. Максат Асанов, один из опытнейших казахстанских судей, работающих в системе профессионального бокса. Хороший сейчас на полном исполнении тайского боксера. Здорово отрабатывает. Завершился на этом третий раунд поединка. Я қадірмен көрмен, үшінші раундтың жарқын сәттері назарларыңызда. Тайландтық боксшы арасында жақсы соққы көтереді екен. Және қараңыздар, өзі тамаша осы жерде сериал шабуылын, сериал соққыларын жақсы дарытты. 3-1 соққысы Алишер Абдуалимға тиген екен. Сонымен 4-ші раунд өте тартысты. Жекпе-жек қадірмен көрмен. Раунд сайын спортшылардың қарқыны арта түсуде. Мінекей. Сонымен 4-ші раунд. Рингтің ортасында әзірше Алишер Абдуалим әлде бірінші номермен джеб шабуылда. Джебпен бастауды жөн көрген екен. Мен өзі 2-1 джеб соққысын өткізіп алды қазір. Әрине аса жойқын болмаса да, бұл соққылар өз әсерін беретін анық. Тамаша, Алишердің орындауында джеб қазір. Әзірше тек джеб соққылары, қос бос тараптан тек джеб соққыларын ғана көріп отырмыз. Тамаша, тағы да керемет джеб. Кезекті джеб соққысы Алишер Абдуалимнің. Қосу керек, артқы қолдың соққыларын қосу керек, сериал соққыларды қосу керек, барынша. Тамаша, мінекей. Қорғанысы да аса сауатты Алишер Абдуалимнің. Джеб, керемет, джеб соққылары өте жақсы өтіп жатыр қазір Алишердің. Мен бір ғана соққымен шектелмегені жақсырақ әрине. Қарсыластар қыса бастады қазір. 2-1 джеб соққысы қазір дөп тиді Алишердің. Артқы қолдың соққысын дайындап жүрген секілді қазір Алишер Абдуалим джебпен қарсыласының әбден мазасын алып, мінекей қазір өзі бір соққы өткізіп алды. Аперкот, бұл жерде 2-1 соққысы. Тайландтық боксшының Фумиритеттің 2-1 тамаша соққысы өтті. Алишер Абдуалим әзірше тек джеб соққылар жақсы дартуда. Оверхенд, аперкот соққыларын әзірше іске қосып жатқан жоқ. Дегенмен джебінің өзі тамаша қазір өтіп жатыр. Қарсыластың бір ашылған сәтін күтіп жүрген секілді. Тамаша, мінекей қазір Фумиритеттің 2-1 соққысы, бірақ екеуі де қорғанысқа тиді бұл соққылардың. Қайда ұшып жатқанын, қайда бара жатқанын Алишер Абдуалим жіті қадағалап бақылап тұр. Мінекей аперкот соққысын өткізіп алды қазір Алишер. Сериал соққысы Фумиритеттің. Бірақ қорғанысқа тиді. Артқы қолдың соққысы қазір дөп тиді. Соңғы 10 секунд мінекей өте тартысты жекпе-жек арасында.
жанкүйерлердің делебесін қоздырып қызуға басыртатын жекпе-жектің куәсі болып отырмыз. Сонымен 4-ші раунд аяқталды бізде. Айта кетейік, қадірмен көрермен, бұл жекпе-жек жалпы 10 раундқа жоспарланған. Мінекей 4-ші раундтың жарқын сәттері назарларыңызда. Көрмитеттің шабуылы. Соққылардың басым бөлігі қорғасқа тиген екен. Seconds out. Раунд. Ну и так плавно мы подбираемся к середине. Уважаемые болельщики, поддержите боксера! Просто здесь фанатов поддержать двух боксеров, которые действительно, на мой взгляд, показывают очень достойный, великолепный бокс. Для тех, кто ценит и понимает в целом культуру бокса, они осознают, что мы смотрим очень зрелищный бой, в котором встретились два достойных друг другу боксера. Так вот, попытался здесь к чему-то Алишер Абдулали поиграть со своим соперником и вызвал улыбку у тайского боксера. Здорово здесь Тайсон уходит на сайд-степе. Хорошо, кстати, он серийно отрабатывает. Вы знаете, помимо того, что ребята очень здорово бьют, надо отметить то, что очень хорошо держат они удары. Что Алишер, что тайский боксер очень хорошо держится на ногах и очень крепко принимает удары. Попытался по корпусу здесь Алишер отработать. Все пытается Алишер так вот к канатам прижать своего соперника, но там у Кабиритеда тоже неплохо получается отрабатывать на контратаке. Вот и завершается на этом 5-й раунд. В атаке он застает Алишера Абдулалима. И наступает у нас вторая половина боя. 5 раундов уже пролетело. Всего же, я напомню, что запланировано 10 раундов этого поединка.
Seconds out, уважаемые секунданты, покиньте ринг. Сонымен 6-шы раунд өте Внимание, 6-й тартысқа раунд. толы өткен 5-ші раундның куәсі болды. Қадірмен көрермен, мінекей қос спортшы жақын арақашықта ашық айқасқа кірісті. Қазір бір орында тұрып қалуға болмайды секілді. Бұл жерде Әлішерге де қарсыласа Премидетке де әйтпесе қос спортшы бір-бірінің алдына тұрып жойқын соққыларын артуға барынша тырысып жатыр. Әрине бұл жанкүйерлердің көңілінен шығады, бірақ бұл өздеріне зиян болуы мүмкін. Өйткені екеуі де көп соққы өткізіп алып жатыр. Әсіресе тайландтық боксшы қазір өте ауыр соққылар өткізіп алды алғашқы раундта. 5-ші раундта да нақтырақ айтсақ, мінекей кезекті Әлішердің шабуылы барынша қысым көрсетуге тырысып жатыр. Аперкот тамаша қазір. Мінекей жақын арақашықтағы жекпе-жек. Примитетті тамаша сәті түссе, сәті ыңғай келсе, сериал соққылармен жауап қатуға тырысып жатыр. Әлішердің әр соққысына мінекей қарап қалып жатқан жоқ. Джеб, мінекей Әлішердің тамаша джебі. Бүйірден басқа көтерді. Артынша тайландтық боксшыда бірнеше соққымен жауап қатты. Ішке басқа. Тамаша, қараңыздар қандай сериалы соққы, бірақ дер кезінде өткізіп жіберді. Бұл соққыны Әлішер Абдуалим егер дәл тиген кезде бәлкім жағдай мәз болмас беді. Тамаша, 2-1 джеб, дабл джеб. Әлішердің орындауындағы қазір өзде бір джеб соққысын өткізіп алды. Клинч бұл жерде күші сарқыла бастаған секілді, соған қарағанда тайландтық боксшының бүйірден мінекей қараңыздар. Тайландтық боксшының бүйірден жасаған соққысын көрдік, және Әлішер де барынша сериал соққымен жауап қатуға тырысып жатыр. Әзірде функционалдық тұрғыдан қос спортшыда өздерін жақсы сезінуде, шаршағанның белгісі білінбейді. Ішке жақсы мінекей Әлішер барынша қысым көрсетуде қазір. Алдың қолмен жасаған хук соққысы, бірақ қорғанысқа тиді. Әлі де Әлішер қысым көрсетуде. 2-1 соққысын тамаша өткізіп жерді. Дегенмен джеб, мінекей тамаша джеб. Әлішердің жалпы джеб соққылары осы жекпе-жекте өте жақсы өтті. Аперкот. Аса бір жойқын бола қойған жоқ. Тамаша қазір өткізіп жіберді қарсыласының соққысын. Шабуылын нақтырақ айтсақ, мінекей бұрышқа тақады. Бүйірден тамаша бір соққы. Бұл жерде сонымен 6-шы раундта өз мәресіне жетті. Тамаша жекпе-жек, тамаша текетірес. Өте тартысты кездесудің куәсі болып отырмыз. Ашық айқаста, сериал соққыларда, жойқын соққыларында куәсі болып отырмыз. Мінекей тамаша дабл джеб, артынша бүйірден жақсы бір соққысы өткен екен Әлішердің. Өте жақсы қорған алған. Мына жерде джеб соққысы. Бір соққы өткізіп алған екен Әлішер бұл тұста. Жас жанкүйерлер Seconds out, уважаемые секунданты, покиньте периметр ринга. Внимание, 7-й раунд. Сонымен 7-ші раунд. Уважаемые болельщики, дайте шуму бойца! Тамаша, қараңыздар, қандай жылдамдық, не деген жылдамдық қазір. Әлішер Абдуалим джеб, жалпы джеб соққылары өте жақсы. Әлішердің тағы да кезекті джеб, дабл джеб мінекей. Премидетте қазір сериал соққымен шабуыл жасауға тырысып көруде.
Дегенмен соққылардың басым бөлігі қазір қорғанысқа немесе ауаға қармап қалып жатыр. Пирамидтің джебі қазір. Қарқыны бәсеңдеді. Бұл жекпе-жектің алғашқы раундтарға қарағанда қазір саябырси бастады. Әрине, бір қарқынмен 10 раунд өткізу өте қуын. Бүйірден тамаша соққы. Қазір Алишер Абдуалим тамаша сериал соққысында арталды бұл жерде. Аперкот жақсы өтті. Бүйірден тағы тамаша соққысы. Тынысы тарыла бастайды дәл осы соққылардан кейін. Пирамидтің джеб, мінекей қараңыздаршы, басы артқа қарай шалқалақтап кетті тіпті. Дегенмен барынша қазір тигеуін көрсетуге тырысып жатыр тайландтық бұлғар қолғап шебері. Жалпы соққыны жақсы көтеретін байқадық. Қанша ауыр соққы өткізіп алып жатса да сыр бермейді, тек алға ұмтылуда. Яғни соққыларын дартуға тырысып жатыр. Қарымта шабуылға қазір ұмтылған сәті Пирамидтің бүйірден жасаған соққысы. Тайландық боксшы дәл сол серияны қазір қайталады. Тамаша, қараңыздар. Алишердің сол қолмен жасаған хук соққысы қазір жақсы тиді бұл жерде. Бүйірден мінекей керемет. Басқа көтерді. Бұл жерде қазір жарақат алып қойған секілді. Шамасы қолына бір неркесе болды. Шамасы қол сынып кеткен секілді. Бұл жерде Пирамидтің дәрігерлердің көмегі керек. It's a pain. No. Yeah. What? Oh. No. Stop it. Шамасы сынып кеткен секілді бұл жерде. Жекпе-жекті әрмен қарай жалғастыра алмайды. We're gonna stop. No. We're gonna stop. Okay? You okay? We have to stop. Жекпе-жекті тоқтататын болды. Төрешілер дәрігер бірден көрді да бұл жекпе-жекті тоқтатамыз еді. Шамасы Пирамидтің қолы сынып кеткен секілді. Тамаша жекпе-жек. Алишер Абдуалим өте керемет өнер көрсетті. Расында өзінің қаншалықты жоғары деңгейлі боксшы екенін бізге байқатты. Өте тартысқа толы өткен кездесу болды. Дегенмен Алишер Абдуалим кезекті өзінің 6-шы жеңісіне қол жеткізіп отыр және жарқын көрермендердің көңілінен шығатын жекпе-жек сыйлады деген нақ сеніммен айта аламыз. Ал сонымен қадірмен көрермен, сіздермен бірге біз эфирді аяқтаймыз. Дәл осы Алматыдағы Балуан Шолақ сарайында өткен бокс кешінен тікелей эфирде сіздерге комментаторлық қызмет атқарған мен Дәурен Түлкібай және әріптесім Данияр Кәрімжан.
Ladies and gentlemen, due to doctor stoppage, the fighter from blue corner can no longer continue the fight. В связи с запретом врача продолжать поединок боксера из синего угла победу одержал. Therefore, the winner of this contest, boxer from red corner, боксер из красного угла, Alisher Triple A Abdul Ali.